Жас аналар білуі тиіс кеңестер. Бірінші кеңес. Жаңа туылған сәбидің үлкен дәреті. Ол меконий деп аталады. Меконий ол түсі қою қоңыр немесе қара түсті және сұйық жабысқақ тұтқыр болады. Бұл меконий сәбидің алғашқы дәреті. Ол сәбидің ананың құрсағында жатқан кезінде түзіледі және 1-2 күнде кетіп қалады. Осылайша нәжісі жасыл, қоңыр және сары түстерге дейін өзгереді және күніне 1 реттен 10 ретке дейін үлкен дәретке шығады. Екінші кеңес – кіндік күтімі. Сәби анасының құрсағында жатқанда кіндік арқылы оттегі мен қорегін алып отырады. Ал дүниеге келген соң баланың ағзалары іске қосылады да, сол себепті кіндікті кесу қажет болады. Бала туыла салысымен кіндікті соңғы пульсациядан соң стерильді қайшымен түбінен 200 см жоғары кеседі. Қалған ұшын қыстырғышпен қыстырып қояды. Кіндіктің қалған бөлігі қалыпты да 3-15 күн аралығында өздігінен қарайып түсіп қалады. Қалай өңдейміз? Жаңа туған нәрестедегі кіндік жарасын емдеу бірінші кезекте қабыну мен инфекциядан қорғауға бағытталған. Мұны істеу үшін бірнеше қарапайым ережелерді орындау қажет. Бірінші – тазалық. Бала жататын жерді таза ұстау және өңдеу алдын анасының қолының тазалығы. Екінші – ауалы ванна, яғни кіндікті ашық ауада қалдыру. Кіндіктің тез жазылуының ең негізгі шарттарының бірі. Жөргекпен, жаялықпен немесе пластырмен жаппаймыз. Тек ХБ материалдан киім кигіземіз. Үшінші – құрғақтық. Ылғалдылық бактериялар мен инфекциялар үшін өте қолайлы орта. Сондықтан кіндік әрдайым құрғақ күйде қалуы керек. Кіндікті тазалау үшін тек қана таза қайнаған су жеткілікті. Немесе физиотинмен тазалауға болады. Бірінші мақтаны таза қолыңызбен жылы суға малып аламыз да кіндікті жақсылап сүртеміз. Сүртіп болған соң таза ауада кептіреміз. Және сәбилерді кіндігі түспей тұрып шомылдыра беруге болады. Тек шомылдырып болған соң жақсылап құрғату қажет. Ал сәбидің кіндігі қызарып, суланып, іріңдеп, жағымсыз иісі шығып тұрса, онда зеленка немесе перекиспен баланың кіндігін өңдеуге болады. Әрине дәрігердің тағайындауымен. Егер осы айтылғандардың бәрінен кейін де баланың кіндігі 21 күннен кейін жазылмаса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Үшінші – нәрестенің сүт безі туралы. Нәресте ана құрсағында жатқан кезде өзінің плацента, яғни ұрық жолдасы арқылы анасының гормондарын, эстроген гормонын алып отырады. Сол гормондар қыз балада да, ұл балада да омырау мен жыныс мүшелерінің дамуына септігін тигізеді. Омырау тіні эстрогенге басқа мүшелерге қарағанда сезімтал. Және оның қабылдау барысында омырау бездері қалыптасады. Кейде нәресте туылғаннан кейін олардың көбеюі байқалады. Сол себепті омырау бездері ісінеді, бірақ уақыт өте келе эстроген жойылып, ісік басылады. Осы себепті жаңа туылған сәбилерде сүт бездері ісініп тұрады. Ал бұны сығу керек пе, соған тоқталатын болсақ, бұл бездерді ешқандай да сығуға болмайды. Өйткені бұл бездер балаға ешқандай жайсыздық немесе зиян алып келмейді. Қайта біз оны сығатын болсақ, оны жарақаттаймыз, баланы қинаймыз және жарақаттанған жерлерге инфекция түсіріп, қабынуға дейін алып келуіміз мүмкін. Қай кезде сүт безінің ісінуінде дабыл қағамыз? Бірінші, балада температура жоғарылап, мазасызданып тұрса бала, және сүт безінің ісінуі 1-2 жастан кейін пайда болса, және баланың дамуы, салмақ қосуы қалыс қалса, және емізуді тоқтатқаннан кейін де ісінудің жалғасуы болып тұратын болса, осы кезде қалыпты емес патология деп есептейміз. Төртінші кеңес – сәбидің гигиеналық тазалығы. Күнде баланы жылы суға шомылдырамыз және судың температурасы 37-38 градус болу керек. Бұл жағдайда анасының тырнағы өсіңкі болмау керек және таза болу керек. Және шомылдыратын ыдысымызды немесе ваннамызды жақсылап тазалап алуымыз керек. Судың деңгейі баланың иығына жетер-жетпестей болуы керек. Баланы суда 5-7 минуттан артық ұстауға болмайды. Және шомылдырып болған соң денесінің барлық жеріне массаж жасаймыз. Әсіресе жауырын және буын-буындарына.
және нәрестенің терісі базданып кетпес үшін мойнына, қолтығына, шатына, яғни қатпарларына кремдер, мазьдар жағып қоямыз. Өзінің арнайы кремдері бар. Сонымен қатар нәрестенің қолын таза ұстап, тырнағын өсірмей алып тұрғанымыз жөн. Себебі тырнақ өсіп кетсе де сәбидің бет аузын тырнап жайсыздық әкеледі. Мақта тазалағышпен мұрнын, құлағын кем дегенде 2 күнде 1 рет тазалап тұрғанымыз абзал. 5-ші кеңес. Бала туылған кезде баланы жастыққа жатқызу керек пе? Нәрестелік шақта мойын омыртқалары мен омыртқаның анатомиялық иілімдері қалыптасады. Ал жастықты пайдалану осы омыртқалардың дұрыс қалыптасуына кедергі келтіреді. Осы анатомиялық ерекшеліктерді ескере отырып, жастық немесе бас көтеруге арналған кез келген құралды 2 жасқа дейін қолдануға болмайды. Жастық сәбиге ешқандай пайда әкелмейді, тіпті өміріне үлкен зиян келтіруі мүмкін. Сол себепті де перзентханада баланы арнайы теп-тегіс, қатты жұмсақ емес матрастың үстінде жатқызады. Үйде де сондай тегіс, тығыз матрас үстіне жатса, баланың омыртқасы жақсы қалыптасады. Қазіргі таңда ортасы ойық, көбелек сияқты әртүрлі ортопедиялық жастықшалар кеңінен таралып кетті. Оларды тек көрсеткіш бойынша ғана қолдануға болады. Ол қандай көрсеткіштер? Егер баланың мойнында қисық мойындық болса, кривошея дейміз, мойны бір жағына қисайып кетсе қолдануға болады. Бас сүйегіне деформация, яғни бас сүйегінің қисаюы болса, ол жастарды қолданамыз. Және бала жиі-жиі құса беретін болса. Сонымен қатар баланың босану кезінде, туылу кезінде жарақаттар болатын болса, ауырсыну сезімін басу үшін және қан айналымды жақсарту мақсатында да осы басқа арнайы ортопедиялық жасықшаларды қолданады. 6-шы, балалардағы ішектің түйілуі немесе колики. Колики кезінде бала қатты жылайды, еш себепсізден аяқ астынан жылауы басталады. Көбіне кешкі уақытта болады және уақыты 35 минуттан 3 сағатқа дейін созылады. Кейде 5 сағатқа дейін жетуі мүмкін. Бұл колики сәбидің 2 аптасынан басталып 5 айға дейінгі аралықта созылады. Ал ең жиі кейбір балаларда 2-3 айға дейін тоқтайды. Баланы осы уақытта көндіру мүмкін болмайды. Емізу де, көтеріп жүру де ешқандай әсер етпейді. Жылағаны күтпеген жерден басылады, сосын ештеңе болмағандай өзіне өзі тоқтайды. Жылаған кезде аяқ-қолын ішіне қарап жинап алады. Егер сіз осындай белгілерді байқасаңыз, онда бұл коликидің белгілері. Бұл ішек түйілуі, яғни колики кейбір балаларда болмауы да мүмкін. Коликидің нақты не себепті болатыны әлі дәлелденген жоқ, нақты себебі жоқ, бірақ бірнеше болжамдар бар. Бірінші ол нәрестенің жылауы және емуі кезінде жұтылып кеткен ауа, яғни артық ауа әлі дұрыс дамылмаған асқазан ішек қабырғаларына қысым түсіреді де балада ауырсыну сезімі болады. Екінші болжам ол толық қалыптаспаған нерв және ас қорыту жүйесі. Үшінші, асқазан ішек жолындағы тағамдарды қорытатын, сүтті қорытатын ферменттердің жетіспеушілігі. Төртінші, тіпті үйдегі стресс, ананың психикалық денсаулығы да осы сәбидің ішегінің түйілуіне әсер етуі мүмкін деген болжам бар. Қалай көмектесеміз? Бірінші, шыдамдылық керек. Шыдамдылық және уақыт. Бірінші кезекте баланың ішектеріне ауа жиналып қалмас үшін емізудің техникасын дұрыс білуіміз қажет. Яғни бала еміп жатқан кезде ауаны да қоса еміп кетпеу керек. Және еміп болғаннан кейін баланы тік бағытта 20-30 минут бойы ұстап баланы кекіртіп алу керек. Одан кейін баланың ішіне сағат тілмен массаж жасау қажет. Ішін уқалап, велосипед сияқты жаттығуларды жасату керек. Баланы ішімен жатқызып, көмектесу арқылы да баланың ішектеріндегі ауаны шығаруға болады. Және анасы емізетін болса, ішіне газ түсетін тағамдарды азайту керек. Мысалы, кофе, шоколад, ағарған сүт өнімдері, бал болсын, бұл өнімдер ішке газ түзілуді көбейтеді. Және кейбір дәрілік препараттар, мысалы боботик, укропты су, биогая сияқты дәрілік препараттар, ол барлық балаға бірдей көмектесе бермейді. Кейбір балаға көмектесуі мүмкін, ал кейбіреуіне көмектеспейді. Және ескеретін жағдай, әр емізіп болғаннан кейін бірден массаж жасауға немесе ішпен жатқызуға болмайды. Кемінде арасында 1 сағат аралық өтуі керек.
және коликиді жеңілдететін тағы да бір кеңестер баланың жаялығын жылытып ішіне басуға болады. Немесе арнайы осындай антиколикалық белге байлайтын, ішке байлайтын белдемшелер бар. Соларды заказ беріп алсаңыздар болады. Және сонымен бірге осындай коликаға арналған, егер сіздің балаңыз қосымша сүт ішетін болса, коликаға арналған өзінің арнайы тесігі бар бөтелкелерді қолданған жөн.